Аюп пайғамбардың Алланың оған сәлемі болсын әйелі. Заты әйел көңілі нәзік болса да, тағдырынан алмай болаттай бекемдікпен байсалдылық танытып, сабырлылықпен шыдап бақты. Бұл қиссада тұрмысы қарапайым, жаны жомарт сабырын сары алтынға айналдырған, оған құдіреті күшті Алла Тағала кереметі мен игілігін аямаған Аюп пайғамбардың әйелінің өмір жолы мен тіршілігі жайлы әңгімеленеді. Әңгіме ауыр сынаққа ұшыраған Аюп пайғамбарға қатысты өрбиді. Алланың ауыр сынағына түскен Аюп өмірінің біраз мерзімін тауқыметпен өткізеді. Тәпсір және тарих ғұламаларының айтуынша, ол өте дәулетті кісі еді. Алла Тағала оған көптеген нығмет тарту еткен. Оның аумақты жерлері, үйір-үйір малын және қызметкерлері, ірі-ірі сауда көздері болған. 7 ұл, 7 қыз перзент сүйген, дені сау, бақуатты кісі еді. Шын мәнінде Алла оған деген нығметтерін аямаған еді. Сосын Алла Тағала оны төзімділікте өзінен кейінгілерге үлгі өнеге танытуы үшін сынады. Өйткені ең көп сынаққа пайғамбарлары алынатын. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігіне сәлем болсын. Ең ауыр сынаққа түсушілер пайғамбарлар, сосын ізгілер, сосын сол секілділер және сол сияқты деген. Әл-Тирмизи. Сөйтіп, Аюп үшін сынақ кезеңі басталады. Оның бар мал дүниесі таусылып, кембағалға айналады. Ұлдар мен қыздар бірінен соң бірі өлім құшады. Сосын Алла оған ауыр бір дерт жібереді. Науқасы меңдеген Аюп жүре алмай қалады. Денесі шіріп, еті жидіп түсе бастайды. Ауруының жұғуынан қорыққан достарының барлығы оған теріс айналады. 2 жолдасы ғана алғыстан сөйлеседі. Тіпті туған туыс, жақын дос жарандары да ат ізін салмай қояды. Осыдан ауыр халде жатқан Аюп пайғамбардың жанында жастанса жастығы, таянса таяғы болып қалқайып, жалғыз жан жары ғана қалады. Тумысынан қарапайым, жаны жомарт әйелі ауыр сынақта жатқан күйеуін демеп, әрдайым қасынан табылады. Ауыртпалығын бірге көтеріседі. Күн санап жағдайлары нашарлап, азық-ауқаттары таусылып, жоқшылық алқымдарының алғаны сондай. Әйел өте ұзын, көз тартарлықтай шашын сатып, жан бағуға мәжбүр болады. Бірақ ол мұнысы жайлы күйеуіне тіс жармайды. Бір күні Аюпқа, сен неге бұл бәледен айықтыруын сұрап, Аллаға дұға қылмайсың дегенде Аюп, біз молшылықта, бақыт, шаттықта қанша жыл өмір сүрдік деп сұрайды. 70 жыл деп жауап береді әйелі. Сонда Аюп, мен молшылықта өмір сүргенімдей сынақ мерзімі өтпейінше Аллаға шипа сұрап дұға қылуға ұяламын дейді. Өлместің тіршілігін жасап, ауыр жағдайда күнелткен өмірлері осылайша жалғасып жатады. Ал жары, заты әйелі болса да, қан көңілдігіне қарамай, тағдырынан алмай, болаттай бекемдікпен байсалдылық танытып, сабырмен шыдап бағады. Қашанда әйел ер азаматтың ар-ожданы абырой емес пе? Кімде болса да ар-ұятының таза, кіршіксіз болғанын қалайды. Десе де, өмірде кез келген әйел бұл пайғамбардың әйелінің ерлігін қайталай бермес. Ол 20 жылға жуық төсекке таңылып, дерт меңдеген күйеуінің көңіліне қаяу түсірмей, көптің қолына келе бермейтін өнегенің өрнегін салды. Жан төзбес тауқымет тартқан, сабырлығы үшін сый алған қарапайым әйелдің ерлігі әрбір жанды таңдандырмай қоймасы анық. Ұзақ жылдар бойы көрсеткен салмақты сабырлылықтан кейін оларға рахымы мен кеңшілігі мол Алланың жеңілдігі келеді. Аюп Раббысына, маған шайтан жамандықпен және азаппен тиді деп дұға қылады. Аюпқа Алла Тағаладан аяғыңмен теп деген әмір келеді де, Аюп аяғымен жерді тепкенде атылып су шығады.
Алла оған бұл судан ішіп жуынуды бұйырады. Сөйтіп Аюп ауруына құлан таза айығып бұрынғы қалпына келеді. Оны көрген әйелі өз көзіне сенбей күйеуін танымай қалады. Осыдан соң Алла Тағала олардың бастарына түскен сынаққа көрсеткен сабырлықтары үшін қиыншылықтарын өзінің рахымшылығымен алмастырып, жоғалтқан ұл-қыздардың орнын басқа перзенттермен толтырды. Кейбір риуаяттарда сүйенсек, олардың балаларының саны 26-ға жеткен деген хабар айтылады. Олар қайтадан мал-мүлк дүниеге ие болады. Көктен оларға қарымта нығметтер келді. Алла Тағала оған отбасылық игілігін де қайтарды. Ибн Аббас: Алла әкесі екеуіне разы болсын, Алла Тағала онымен қоса әйелін де осындай үлкен сынақтағы зор шыдамдылығы үшін құрметтеп оған жастық шағын қайтарды. Ол Аюпқа 26 ұл қыз туып берді деген. Алла Тағала біз оның тілегін қабыл алып, ондағы зиянды кетірдік, әрі біздің алдымыздан мейірім, құлшылық етушілерге ескерту ретінде оған үй үшін және олармен бірге солар сияқтыны бердік деген.